Ассалаумағалейкум, мен есім Марк Диксон, және мен қазір Астана қаласындағы президент іс басқармасының гаражында тұрмын. Бұл бронированный Mercedes S-Class. Мынау флагшток тұратын жер ғой, Машины специально бронированные штаны. Ага. Они очень дорогие, комбат. Комбат. Қараңыздар, жігіттер, мынау бір 20 сантиметрдей қалыңдық есігі, артқы есігі де одан кем емес. Бірнеше терезелерді жабыстырып, клеймен. Ау? Пулю Калашникова держит. Аха, 7,62 мм өтпейді ғой. Гранатомет өтпейді. Так, мынандай бір салон. В12 шильдіктері. Айтпақшы, кімге қызық болса, пробегі 245.957 километр. Бірталай жүріп ұстаған кәдімгідей. Бірақ жағдайы жаман емес негізі. Ең қызығы артында болуы да мүмкін. Багажнигін ашып көрейік қазір. Жоқ, бұл жақта особо ештеңке жоқ. Кәдімгідей багажник как багажник. Мінекей. Как передается, открывая основную дверь, уже непосредственно к капсуле, Марк Диксон как раз сюда пошел. Диксон, хватит сидеть, давай пошли, нам дальше надо.